Когда занимаешься сексом в машине, легко потерять какую-нибудь мелочь. Но как можно забыть собственные трусы? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз керемет, қызық, метафораларға толы, адамға ой салатын фильм жайлы әңгімелейтін боламыз. Фильм кедей отбасында өмір сүретін Ки У Ким деп аталатын жігіт жайлы. Оның әкесі Ки Тхек Ким, анасы Чон Сук Ким және қарындасы Ки Чон Ким. Олар жартылай жертөле үйде тұрады. Көрші үйдің Wi-Fi-ын ұрлайды. Поймал! Серьезно? Есть сигнал? Да, вот он. Кофеленд 2G. Новая кафешка, что ли? Жалпы әрең күн көреді, бірақ отбасы өзінше бақытты өмір сүретін. Отбасының барлық мүшесі жұмыссыз еді, ал балаларының жоғары білімі жоқ. Олардың айналысатын жалғыз жұмысы пицца қорабын дайындау. Что это? Дезинсекторы? Дедовским методом. Закрой окно. Не надо, нас обработают бесплатно. Бірақ олар бұл жұмысты да оңдырмайтын, тапсырыс берушінің қорапқа көңілі еш толмайтын. Ну и какие претензии? Это что, прямая линия? Это что торчит? Каждая четвертая испорчена. Вы что, правда нам не доплатите 10%? Китхектің жағдайы жақсы досы Мин Хёк оларға қонаққа келеді. Құрқол келмей өзімен тас алып келеді. Бұл тас бақыт пен байлық шақыратын тас еді. Этот, как сказал мне дедушка, приносит в семью материальное благополучие. Сосын досы бір байдың қызына сабақ беріп жатқанын айтады, бірақ ол шет елге оқуға кетуі керек. Ол оқушысына ғашық болып қалған. Ешкімге сенбей орнына сабақ беруге Китхекті тастап кету ойы бар екенін айтады. Қайтып келгесін сол қызға үйленгісі келетінін айтады. Китхек бұл ұсынысқа қарсы емес, ақша табуы керек, бірақ оның жоғары білімі жоқ. Но я даже... ведь не студент. Киву, ты подумай. Бірақ Мин Хек бұл мәселені шешетінін айтады. Ну что, согласен? Да, наверное. Твоя сестра ведь рисует неплохо. Содан кейін Ки Чон ағасына жалған құжат дайындап береді, ол жұмысқа тұру үшін. Как тебя с такими талантами в художку не взяли? Пошел ты. Жаль, нет факультета по подделке документов. У Ки Джон был бы красный диплом. Ки У бай қуатты Пак отбасына барады. Бұл отбасы мүшелері Пак Тон Ик үйдің үлкені. Оның әйелі Йон Гё, олардың бойжетіп келе жатқан қыздары Да Хё және кенже баласы Да Сон. Ки У жұмыста қалуы үшін қызға қырыңдайды және Пак ханым оған қомақты қаржы төлейді. Сөйтіп ол қабырғадағы Да Сонның суретін байқап қалады. Это шимпанзе, правильно? Это автопортрет. Пак ханым кенже ұлы бала кезінде әруақты көріп, психикалық жарақат алғанын айтады. Сурет салумен айналысу оған пайдасын беретін көрінеді. Ки У кішкентайдың өнерін шыңдау керектігін, онда үлкен потенциал бар екенін айтады. Содан кейін өзінің сурет факультетінде оқыған құрбысы бар екенін айтып, кенжетайға ұстаздық ете алатынын айтады. Хотите познакомлю? Хотя, конечно, у нее плотный график. Сурет пәнінен сабақ беретін мұғалім Ки Удың қарындасы Ки Чон болып шығады. Олар байдың үйіне оңай ғана жұмысқа тұрады. Нам нужно 4 двухчасовых занятия в неделю. Вы согласны? Да, разумеется. Содан кейін осы үйдің көлік айдаушысы үйіне шығарып салады. Ал қыз іш киімін көлікте әдейі қалдырып кетеді, жүргізушіні жұмыстан қуу үшін. Сөйтіп қыз көп жылдан бері жүргізуші болып жұмыс істейтін танысы бар екенін айтады. Бұл әкесі еді. Ол жұмысқа қабылданады. Кедейлердің соңғы нысаны Мун Кван. Ол көп жылдан бері осы үйдің қызметшісі. Ол бірақ өте ақылды, жұмысына пысық әйел тұғын. Кедейлер Мун Кванды қуып жіберу үшін оның аллергиясы бар иіс суды мойнына шашып кетеді. Ал кедейлер оны туберкулез деп есептейді. Что там было? Она сказала, что ей диагностировали острый туберкулез. Туберкулез? Да перестаньте. Это правда? Я читал в интернете. Корея занимает первое место по туберкулезу среди развитых стран. Қорқып кеткен Пак ханым қызметшіні де қуып жібереді. Оның орнын бірден Чон Сук иеленгенін көреміз. Олар өздерінің жалақы тауып жатқанына қуанып марқаяды. Давайте все помолимся за господина Пака, будь он здоров. Осы уақытта Пак отбасы демалысқа аттанып жатады. Ал кедейлер бос үйде өздері қалып көңіл көтеруді қалайды. Олар кешкісін ішімдік ішеді. Бірі үлкен диванға әуестенсе, енді бірі ваннаға жатып рақаттанады. Когда она поступит в универ, я попрошу ее руки. То есть мы сидим в доме твоей будущей тещи? Бірақ қуаныш ұзаққа созылмайды. Мун Кван келіп есікті қағады. Оны тез арада қуып жібергендіктен барлық затын алып үлгермеген екен. Қызметші оны үйге кіргізеді. Плащ можете оставить. Да я всего на секундочку.
Монкван бірден жертөлеге түседі. Ондағы жасырын есікті ашады. Тағы да жертөле бар екен. Қызметші оның артынан барады. Сөйтсе Монкванның күйеуі қаншама жылдан бері осы жасырын жертөледе өмір сүреді екен. Ты ведь знаешь, что такое нуждаться. Ал Монкван оны бағып келген. Монкван осында қалуға рұқсат беруді өтініп жатқанда кедейлер оларды тыңдап тұр еді. Бірақ олар да отбасылық құпиясын байқамай ашып қояды. Ай, пусти, папа, папа! Не называй меня папой. Монкван жағдайды видеоға түсіріп, оларды шантаждауға көшеді. Ладно, сестра. Я тебе не сестра, дрянь ты такая. Зачем с ними так? А ну стоять! А то я нажму кнопку «Отправить». Осыдан кейін төбелес басталады. Кедейлер көп болғасын жеңіп шығады. Ал Йонгеу үй қызметшісіне хабарласып, үйге оралып жатқанын айтады. Өйткені жаңбыр олардың жоспарына бөгет болған. Кедейлер бірден үйді тәртіпке келтіре бастайды. Жертөледегілердің де үнін өшіру керек. Пак отбасы келгенше үйді жинап үлгереді, бірақ шығып кете алмай қалады. Сондықтан әрқайсысы таракан секілді әр жерге барып тығыла бастайды. Қызметшісі бикесіне ас беріп жатқанда Монкван сыртқа шығуға ұмтылады, бірақ қызметші оны байқап қалып, қайта артына итеріп жібереді. Әйел баспалдақтан құлап, басын қабырғаға ұрып алады. Монкван мен күйеуі жертөлеге қамалды. Ал Пак отбасы қонақ бөлмеде ұйықтамақшы болады. Себебі далада қонған ұлын қарауылдауы керек еді. Бұл уақытта осы бөлмедегі үстел астында кедейлер тығылып отыр еді. Олар үй иелерінің интимді өмірінен хабардар болуға мәжбүр еді. У тебя сохранились те дешевые трусики? Те, что подружка Юна оставила в машине. Если ты их наденешь, у меня встанет до потолка. Барлығы ұйықтағасын олар сыртқа шығып кетеді. Кедейлердің үйіне қатты жауған жаңбырдың салдарынан су толып қалған. Онда Ки-у досы сыйға тартқан тасты тауып алады. Сол түні кедейлер өздеріне ұқсаған адамдармен бір баспана астында қалады. Знаешь, какой план никогда не провалится? Тот план, которого нет. Ты думаешь, все эти люди планировали провести сегодняшнюю ночь в спортзале? Однако, как видишь, все лежат смирненько на полу, и мы тоже. Вот почему нельзя строить планов. Ертесі күні Пак ханым ұлына арналған мерекелік кеш ұйымдастырады. Кедейлер де оған шақырту алған. Олар өздерін жертөледе ешкім жоқ сияқты ұстауы керек. Дождь прямо на пользу пошел. Никаких подарков? Нет, я серьезно. Не надо. Ки-у қолына досы сыйлаған тасты алып жертөлеге түседі. Монкванды өлтіру үшін, алайда Монкван өліп қалған. Ал аяқ қолы байланған Монкванның күйеуі Ки-уға тап береді, таспен басын жарып тастайды. Сөйтіп Монкванның күйеуі сыртқа шығады. Әйелінің өліміне себепші болғандарды өлтіру үшін пышақ бірінші Ки-чонға қадалады. Ал байдың баласы есінен танып қалады. Ол баяғыда көрген аруақ осы еркек тұғын. Пак мырза жүргізушісіне баласын ауруханаға апаруды сұрайды. Алайда Китхектің қызы өлім аузында еді. Китхек бұйрығын орындамаған соң кілтті сұрайды. Ол кілтті лақтырды. Кілт шайқасып жатқан әйелінің астына түсті. Әйел еркекті өлтіреді. Ал Пак мырза кілтті алып жатып, олардан шыққан иіске шыдай алмайды. Дәлірек кедейлердің иісіне. Бұл кедейдің ашуын шақырып Пак мырзаны өлтіруіне себеп болады. Ал Пак ханым есінен танады. Жүргізуші кедей қашып кетеді. Басынан соққы алған Ки-у ауруханада оянады. Ол қарындасының өлгенін, анасының сотталғанын, ал әкесінің үштігейлі жоғалып кеткенін естиді. Полиция әкесін қанша іздесе де таппаған. Ки-у баяғы бақыт шақыратын тасты суға тастайды. Сосын Пак отбасының үйін аңдиды. Сөйтіп жарықтың өшіп жанып жатқанын көріп, әкесінің белгі беріп жатқанын түсінеді. Бұл соғыс кезінде қолданылған арнайы байланыс тілі еді. Әкесі жертөледе, дені сау екен. Анда-санда сыртқа тамақ үшін шығып тұрады. Ки-у да әкесіне жауап хат жазады. Онда Ки-у жұмыс істеп көп ақша тауып Пак отбасының үйін сатып алатыны жазылады. Алайда бұлай болуы қиын сияқты. Вот и все. Ал енді түйін. Фильм жалпы кедейлерді таракан сияқты етіп көрсеткен. Бұл фильм 4 бірдей Оскарды иеленген, бірақ қалай? Сюжет қарапайым, мықты детектив, триллер немесе драма емес. Актерлердің де танымалын көрмедім. Әр жанрдан аздап қана кездеседі. Кейін мен жақсырақ түсіну үшін фильмді екінші рет көріп шықтым. Екінші қарағанымда мен көрмеген, байқамаған, мән бермеген кадрларды көзім шала бастады. Сюжеттің де мәні ашыла түсті. Мұнда өте терең ой бар екен. Паразиттерді батау себебі де тек кедейлер емес.
Иә, рас, кедейлер паразит секілді байдың үйіне кіріп ақшасын ала бастайды, бірақ олар мұндай әрекетке әдейі емес, мәжбүрлі түрде барады. Ал екінші жағынан қарасаңыз, байлар паразит секілді кедейлердің жұмысын қанап жатқанын көреміз. Кедей мен байдың арасындағы айырмашылықты өмір сүру үшін адам қандай әрекеттерге баратыны айтылып, тіпті инфрақұрылым, тазалық, абаттану жұмыстары тек байлар үшін ғана жасалатыны да көрсетілген. Фильмдегі бақыт шақыратын тас пен түнде жауған жаңбырдың, қабырғалардың, баспалдақтың да мәні өте үлкен. Мән беріп қарасаңыз әрине. Олар түнде үйіне қашып бара жатып, жоғарыдан төмен қарай жаңбыр секілді түсе бастаған сәті де өте мағыналы. Бұл олардың қанша қалағанмен биікке көтеріле алмайтынын, олар төменнен жоғары шыға алмайтынын көрсеткендей болады. Сонымен қатар фильмде бай мен кедейдің араларын дуалдың немесе әртүрлі заттардың қырымен бөліп қойғанын байқаймыз. Бұл кедейлер мен байларды ажыратып, бөліп жаруға келеді. Сюжет барысында осындай метафоралар өте көп. Әр кадрдың өзіндік мағынасы бар. Айтпақшы, кинода байдың ақымақ екені, өзінің үйі жайлы толықтай ақпаратқа ие емес екендігі де анық көрсетілген. Ты чего? Делаешь это каждый день? Конечно. Я даже сочиняю ему благодарственные послания. Жалпы бүге-шүгесіне дейін айтып отырмаймын, көруге кеңес берем. Бізді соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ролик ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеліп қойыңыздар. Жаман кинолар сіздерді айналып өтсін деп тілеп қаламыз. Веди себя хорошо. Никаких уроков. Смотри порнуху.